Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен әдеттегідей Sultan. Бүгін біз ағылшын тілі нөлден бастап 19-шы сабағына келіп жеттік. Бүгінгі тақырып артикльдер. Артикльдер дегеніміз мынау үш сөз: a, n және the. Бұлар зат есімнің алдында келеді. Жекеше тұрған саналатын зат есімдердің алдына келеді. Енді бұлардың қай кезде қолданылатынын көрейік. A немесе n. Кез келген бір зат. Немесе ағылшынша any one thing. Мысалы, a banana is delicious. Яғни banana дейміз, банан, delicious дейміз, тәтті, дәмді деген мағына білдіреді. Кез келген банан тәтті. Енді the нақты заттарға қатысты қолданылады. Specific thing. The banana is old. Яғни, дәл қазір менің қолымда банан болуы мүмкін, және ол банан ескіріп кеткен. Соған байланысты біз the артиклін қолданамыз. Бұл жерде біз a banana is old деп айта алмаймыз, өйткені кез келген банан ескіріп кетпеген, тек қана дәл қазіргі қолымда тұрған банан ғана ескіріп кеткен. Сондықтан айырмашылығы осыда. Келесі. Алғашқы рет айтқан кезде, first time. Алғашқы рет. I watched a movie. Мен бір кино көрдім. Енді екінші рет айтқанда біз the артиклін қолданамыз. Second time. I watched a movie. The movie was fun. Яғни мен кино көрдім, ол кезде артиклін қолдандық. Алғашқы рет айттық. Екінші рет айтқанда the артиклін қолдандық. Сол кезде the movie was fun, яғни сол кино қызықты, күлкілі кино болды деген мағына білдіреді. Және де үшінші қолданылатын кезі әлемде тек жалғыз ғана заттарды айтқанда, one and only. Мысалы, the sun is hot, яғни күн ыстық деген мағына білдіреді. Біз the артиклін қолданамыз, өйткені бізде бірақ қана күн бар. Бірақ қана аспан бар. The sky. Сол кездерде біз the артиклін қолданамыз. Енді мысалдарды қарастырайық. A lion is dangerous. A lion is dangerous. Lion дейміз арыстан. Is dangerous дейміз. Dangerous дейміз, ол қауіпті. Кез келген арыстан бізде қауіпті. Сондықтан біз a артиклін қолдандық. Келесі. It's a dog. The dog is cute. Яғни бұл ит, мынау тұрған ит, it is a dog. Бірінші рет сол ит жайлы айтып тұрмыз. Екінші сөйлемде біз the артиклін қолдандық. The dog is cute. Яғни дәл сол ит өте сүйкімді, әдемі ит. Әдемі деп бұның ақылды ит кешіңіздер. It is an ant. It is an ant. The ant is small. Ant дегеніміз ол құмырсқа. Бұл жерде an артиклін қолдандық, өйткені зат есім бізде дауысты әріптен басталып тұр. Дауысты әріптен немесе дыбыстан басталса, онда біз an артиклін қолданамыз. It is an ant. The ant is small. Яғни сол құмырсқа кішкентай деп біз екінші сөйлемді айттық. Екінші рет қолданғанда ant. Келесі. It is the moon. The moon is round. Бізде ай біреу-ақ болғаннан кейін біз әрқашанда the артиклін қолданамыз. Сондықтан it is the moon is round. Round дегеніміз дөңгелек, домалақ деген мағынаны білдіреді. Енді осы сөйлемдерде мен емес, енді сіздер анықтаңыздар, қандай артикль қолданылу керек екенін. I see desk and chair. I see, мен көріп тұрмын, үстел және орындық. Біз сөйлемді алғаш рет осы жайлы айтып тұрмыз, сондықтан біз a немесе an артикльдерін қолданамыз. I see a desk and a chair. Келесі. I see elephant. Elephant дейміз піл. Мен пілді көріп тұрмын.
Бірақ elephant дегендегі бізде ең алғашқы әріп дауысты әріп болғандықтан біз емес n артиклін қолданамыз. I see an elephant. Келесі. It's pen. Pen is red. Яғни pen дегеніміз қаламсап. Бұл қаламсап деп алғашқы рет айтып тұрмыз, сондықтан it's a pen. Келесі екінші сөйлемді айтып жатырмыз. Дәл сол қаламсап жайлы. Сол қаламсап қызыл түсті екен, қызыл пастель қаламсап. Red. The pen is red. She is girl. Girl is pretty. Ол, she. Әйел адамдарға айтылатын. Girl дегеніміз ол қыз. Біз бұл қыз жайлы алғашқы рет айтып тұрмыз, сондықтан артиклін қолданамыз. She is a girl. Келесі, біз екінші рет айтайын деп тұрмыз, сондықтан the girl is pretty. The pretty дегеніміз көрікті, әдемі деген мағына білдіреді. I can see sky. Мен аспанды көре аламын. See көру, sky аспан. Бізде аспан нешеу? Аспан бізде біреу қана. Кез келген бірақ әлемде бірақ зат болып кездесетін дерді біз the артиклімен қолданамыз, сондықтан I can see the sky.